Assalamualaikum hürmetli көрермендерім. Бүгін үйректеріміздің жемін суын беріп жатырмыз. Қазіргі уақытта таңертең ертемен бір бердік. Қазір әует уақытынан кетті. Қазір тағы бір беріп жатырмыз. Кешке тағы бір рет береді. Сонымен 3 мезгіл жем жейді. Содан кейін жайылымда жүреді. Алла бұйыртса майдың 25-інде бір ай болады. Бұлардың өсулері енді жай екен. Мысалы қаздар деген тез өседі ғой. Уже бір айда қаздардан болады ғой. Олардың өсулері жай екен. Уже бір ай болды. Мысалы ақ үйректер уже бір айында уже біршама үлкен болады. Олар әлі кішкентай. Содан кейінгі жаңалық кеше ешкі мен қойды қырқып тастады. Онымен бір ешкі қалып қойған, қырқылмай. Мына ешкі енді оны демалыс уақытында қырқады. Қалғандарын бәрі қырқылды. Қойда ешкіде арықтау болып тұр. Енді бұларды семірту үшін жайылымға шығарып жүрді. Жайылымға бұлай уақытта да шығады ғой. Манадай таңертең 4 сағат 6-дан таңертең 6-дан 5:30-6-ларда шығады. Содан короче мана күн шыққанша жайылымда жүреді ғой. Содан жайлап кіреді, әует уақытында шаруақтың ішіне тұрады, осының ішінде. Кешке қаратай қайтадан шығады манадай күннің несі ауысқаннан кейін. Солай жайылымда жүрген мал. Соның өзіне арық қойлар деген. Мына қошақан қырқылған жоқ, қалғандарын барлығы қырқылды ғой. Мұнда тауықтарымыз бар, енді тауықтарымызды да әлі алған жоқ. Бұлай жалпы ақшасын барлығын аударып қойды ғой, келіп алған жоқ әлі. Енді бүгін последний күн, бүгін келіп алып кететін шығар. Понедельник аламыз деген болатын. Жаңғаланың адамдары енді алатын шығар деген ойдамын әлі. Бүгін алмаса енді ертең алады, ертең алмаса енді арғы күн алады ғой. Хабарласуым керек, келіп алып кетіңдер енді шәрәр деп. Осылай апарып қой деген. Жүнін алып тастаған вообще ғой. Апарып қалды. Мыналар вообще. Одан өзім ешкілерім танымай қалдым ғой мана. Мынауға ешкі етпейді, үш қара ешкі бар ма деп. Осы бізде жаңалық. Мынау кешегі үлкен ақ ешкі. Мынанікі жақсы өсіп қалды қосы деген. Алып бұйыртса келесі айдың басында бір ай болады. 4-інде ме 6-сынан бір ай болады. Осы бізде достар арнаға тіркеліп қолдап қойыңыздар. Алла бұйыртса тағы да видеолар шығады.